Алдыңғы бағдарламаларымыз арқылы хабар бергенімізде Олий Мәжіліс жанындағы бұқаралық жәмиеті институтларын қолдап қуатлау жәмиетлік фондынан Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі тарапынан жарияланған грант қаржыларын ажырату бойынша таңлауда Өзбекстан төрешілік судлары ассоциациясының Қарақалпақстан Республикасы филиалы өз жойбарын ұсынып жеңімпаз болған еді. Жойбар шеңберінде пайтақтымызда нәубеттегі ілаш чөлкемлестірілді. Коррупцияға қарсы күресу жолында таңлауда Өзбекстан төрешілік судлары ассоциациясының Қарақалпақстан Республикасы филиалы осы атамадағы жойбарын ұсынып жеңімпаз болды. Жойбар тикарында Әжінәз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында шөлкемлестірілген іләжді майыплығы бар болған студент жастарға коррупцияға қарсы күресу бағдарында тұрмысқа енгізіліп атырған басламалар хақында, соның менен бірге коррупция не һәм оның ақбетлері темасында мағлұматлар берілді. Коррупциялық жағдайларға дүс келгенде не ішлеу, қайсы ұйымларға müracaat ету керектілігі бойынша түсініктер берілді. Салалы технологиялардан коррупцияға қарсы күресу жолында пайдалану бойынша ұсыныстар білдірілді. Іләж майыплығы бар болған бұқараларды қолдап қуатлау, олардың құқықтық санасын арттыру, жәмиетлік қадағалауды күшейту һәм мемлекет пенен жәмиет арасындағы ашық пікірлесуді рауажландыруға қызмет етті. Семинарды өткергендегі мақсатымыз сол коррупцияға қарсы күресу бойынша үкіметіміз тарапынан қабылдап жатқан низам һәм қарарлар бойынша таныстыру, сондай-ақ коррупцияға қарсы күресу бойынша үкіметіміз тарапынан алып бара жатқан іләжлер бойынша мағлұмат беруден ібарат. Үкіметіміз тарапынан коррупциясыз тарау жойбары әмелге асырып жатып, сол жойбар тикарында һәм мемлекеттік шөлкемлерді салаластыру технологиялар әмелге асырып жатыр. Сол салаластыру технологиялар хақында айыпталған студенттерге мағлұмат беріп, олардан қайтып пайдалану бойынша өз пікірлерімізді білдіріп жатырмыз. Қарақалпақстан Республикасында социалдық машқалаларды шешуде бұқаралық жәмиеті институтларын қамтып алу, майыплығы бар болған бұқаралардың құқық һәм мәпілерін қорғау мақсатында істеліп шығылған жойбар тикарында алдағы уақытлары құқи семинарлар үшін таңлап алынған тренерлер қатынасуында аймақларда коррупцияға қарсы күресу мақсатында үгіт насихат һәм басқа да іләжлар шөлкемлестіріледі.